Ойыл Ақтөбе облысының солтүстік батысында орналасқан әкімшілік аумақтық бөлік. Тұрғындар саны 19 мыңға жуық. Аудан 22 елді мекен, 7 ауылдық округке біріктірілген. Ауыл экономикасы мен халықтың әлеуметтік жағдайын тұрақтандыруға, кәсіп көзін ашып шаруашылықты дамытуға арналған бірегей жоба Ойыл ауданында қарқынды түрде жүзеге асуда. Қаржылай қолдауға ие болған тұрғындар түрлі кәсіп ашып, табысын арттыруды көздейді. Ойыл ауданындағы Құлбаевтар отбасы көп жылдан бері жермен жұмыс істеп келеді. Ауласына бақша егіп, өздерін табиғи өніммен қамтып жүр. Соңғы жылдары бұл істерін кәсіпке айналдыруды көздеген. Сөйтіп аудан орталығынан 25 сотық жер алып, жылыжай ашқан. Тәуекел етіп, мемлекеттік бағдарламаға қатысып, бүгінде оның жемісін көруде. 5 миллион дамудан кредит алып, осы 2 теплицаны салып, осы зимний вариант тек қыста егеміз, жазда мына ауласына егетін едік қой. Содан былтыр грант ұтып алып 4 миллион, содан мына 2 теплицаны салып жатқан ыңғайымыз бар. Ал отағасы Мир Құлбаев болса нағыз шебердің өзі. Жылыжайдың қабырғасын өзі тұрғызып, ішіндегі газы мен электр желісін жүргізген. Темірден түйін түйіп, өзі дәнекерлей береді. Материалды қаладан келем, Ойылдан алам, осы неге байланысты. Қаладан көлік табылмай қалады, сосын осына Ойылдан өзіне алам. Ол да бір енден сояқтан алып келем кейде. Көбіне бірақ өзіміздің мына көңменен нені пайдаланамыз. Көңді осы. Газ жағат жұрттың бәрі. Көң жетеді өзімізде. Өнім сұраныс деген мықты, үлгере алмай жатыр. Бір 4-5 дүкенде үнесеміз, қамтамасыз етеміз, қалғанына жетпей жатыр енді. Отбасылы бағбандардың жылыжайда еккен өнімдерін таза табиғи деуге болады. Артық химиялық қоспаларды жолатпаймыз дейді. Сондықтан болар сұранысқа ие. Жалпы кәсіпкерлер ауыл аманаты жобасын қолдайды. Бұл кәсіп етем деген жанға үлкен мүмкіндік дейді олар. Өздері де қатысып, қаржы алып, 25 сотық жерін жылыжайға толтыруды армандайды. Жетістіктің сыры еңбек дейді. Ойылдың жері өте тамаша, бәрі шығады. Ойылдың мына барқынның өзі лечебный. Ойылдан дым шықпайды деген өтірік сөз. Оны білу керек ана. Оны кейбір адамдар айтады ғой, шаршамайсыңдар, осының бәрін қалай шығарыңдар, сендердікі неге бұлай болып тұрады, біздің ауладағы бір-екі неміз неге бұлай болып тұрады дейді. Оған бас керек, оқу керек, жұмыс жасау керек, іздену керек, ерінбеу керек. Сонда ғана шығара аласың. Ой, мынау бәлем болып кетті деп лақтырып тастасаң, оны мұнда болмайды. Сол күйінде қалады, болды. Ауыл аманаты жобасына қатысып белсенділік танытып жатқан аудандардың бірі Ойыл ауданы. Ауданға қарасты 3 бірдей ауылдағы жоба жеңімпаздарымен кездескен облыс әкімі Ералы Тоғжанов кәсіп қылған азаматтардың жай күйін өз көзімен көріп қайтты. Және жобаға қатысушы 4 ауыл тұрғынының әрбіреуіне 20 бас мал берілді. Алдымен Саралжын ауылдық округіне бет бұрған облыс әкімі Нұр Асыл шаруа қожалығына ат басын бұрды. 20 жылдан астам уақыт бойы асыл тұқымды Еділбай қойын өсіріп келе жатқан шаруаның жұмысымен танысты. Шаруа қожалығында 1 мыңнан астам ірі қара мал бар екенін ескерген облыс әкімі етті ғана емес, жүнді қайта өңдеуді жолға қою қажеттігін атап өтті және жоба қатысушысына ағалық кеңесін айтты. Жағдайы жоқ азамат, ештеңе жоқ деген дұрыс па? Сен сол 1 миллион 400-іңді өзіңнің өміріңе, тағдырыңа, болашағыңа айналдыруың керек, бауырым. Солай ма, жоқ па? Дұрыс, иә, солай. Сол өде бересің бе? Өде берем. Маған да өде бересің, ағаңа да өде бересің. Ағаңа рахметіңді айтуың керек. Сондықтан айналайын, давай, ары қарай өмір сүру керек. Болашағыңды өзің асырауың керек болашақта. 1 миллион деген ол аз ақша емес саған. 1 миллион 400 деген. Жақсы ма? Иә, жақсы. Давай, онда жаған жақсылық тілейміз. Шаруа қожалығының директоры Аманғали Өмірғали өңір басшысының ауыл тұрғындарын қолдау туралы үндеуіне алғашқылардың бірі болып үн қосты. Былтырдан бастап қожалық 3 отбасына тауарлы несие берген. Енді мен шаруашылықты 1998 жылы құрғанмын алғашқы. Енді біріншіде жаңағы егіс егумен айналыстық, бау-бақша өнімдерін өсірумен. Содан 2000 бұл кезде енді халықта ақша болмай, сол мал қайыр бастадық, мал немізді, өнімімізді. Содан енді мал көбейгеннен кейін бірыңғай мал шаруашылығына көшкенмін. 2015 жылдан бастап осы Еділбай қой тұқымына статус алдым. Асыл тұқымды Еділбай қой тұқымын. Соны өсірумен айналысып келатырмыз. Елдің халқына да көмектесу бағытында. Соларды бір осы күзден бастап, былтыр күзден бастап осы ауыл халқына 3 азаматқа 20 бастан 60 бас бергенмін.
Жиналғандар алдында шаруа қожалығы атынан Саралжындық Ізімкерей Тұрмановқа 20 бас асыл тұқымды қой берілді. Осылайша мол табысқа кенелген 25 жастағы ауыл тұрғыны ауыл аманаты жобасының отбасы үшін нағыз қолдау болғанын қуана айтты. Әрі қой шаруашылығынан күтер үміті зор екенін де жасырмады. Мына ауыл аманат бағдарламасы бойынша осы Аманғали ағайдан мал алып жатырмын. 20 бас. Енді бір жыл каникулы бар деді, содан кейін қайтарамын. Ал Кемер ауылының тұрғыны Бақытбек Ертілеуов аталмыш жоба аясында былтыр шаруа қожалығынан 4 сиыр алған. Тауарлық несие рәсімдеп, нәпақа тауып отырған азамат 5 баланың әкесі. 6-шы сәбиін күтіп отырған отбасына көп балалы санаты бойынша басымдық берілген. Мал өсірумен айналыстым бұрын ауылда тұрғанда. Ақтауға жұмыс бабымен кетіп Ақтаудан ауылға қайтып көшіп келіп жатырмын. Ауыл аманаты 4 қашар берді. Болашақта сол қашарларды сауып, кеншегім сүтін сатып, ары қарай малын көбейтіп, малын асырап. Ералы Тоғжанов кәсіп иесінің жеке жайына келіп, жұмыс барысымен танысты және жоба жеңімпаздарының сұрағына жауап беріп, қажетті ұсыныстарды түртіп алды. Жақсылығына сәйкес мына орын қайтару керек. Ашығын айтқанда бұл азамат саған беруге ешқандай міндетті емес. Бірақ мен бұлардан сұрадым. Бір ауылда тұрғаннан кейін, бір ауылда бәріміз өмір сүргеннен кейін, бірін демеп жатқан қазақ болатын болса керек емес пе? Керемет емес пе? Сондықтан сондай міне азаматтар маған уәделерін берді міне 6000-ға жуық малды. Соның міне саған 4-еуін әкеп беріп отыр. 10 сұрап отыр, 10-ға жеткізіңдер. Жақсы ма? Бұйыртса деді. Келістік пе? Ол сенің сұрауың бойынша міне. Одан әрі облыс әкімі Көптоғай ауылдық округіне барды. Жеңілдетілген несие алған жоба қатысушысы Болатбек Омаровтың жеке ауласында болды. Көп балалы отбасының отағасы ұзақ уақыт бойы жұмыссыз жүрген. Екі қолға бір күрегіз деген азамат жоба туралы біліп, тауарлы несие алуға шешім қабылдаған. Сөйтіп, алдымен 20 қой алды. Кейін құс шаруашылығымен айналысу үшін жеңілдетілген ақшалай қарыз алуға өтініш берді. Арнайы курста оқып, 100-дей тауық сатып алды. Енді 500 қаз алып, шаруашылығын кеңейтуді жоспарлап отыр. 20 қой қазір аулада тұр. Сосын кішкене күн жылынғанша, қаз алғанша тауға керіп қойдым. Қазір жұмыссызбын ғой. Үйімді кепілге қойып, құс қой негізі алатыным менің. Не? Қаз аламайды, күннің жылынғанын күтіп отырмын ғой. Осылайша облыс әкімінің қатысуымен аудандағы жобаға қатысушы 4 азаматтың әрбіреуіне 20 бас малдан берілді. Олжаға кенелген ауыл азаматтары алдағы уақытта аталмыш жобаның игілігін көрмек. Атын кім? Дәрзен. Жұмыс жоқ сенде. Шөптің уақытында нелерде. Міне саған. 20 қой қанша болады ол? Миллион 700-дей болады. Миллион 200-дей болады. Міне миллион 200-дей. Жұмыс жасау керек осыны. Товарный кредит. Облыс әкіміне көп рахметімізді айтамыз. Бізге қанша әкім келіп жатыр, облыстан осындай программаны нетіп жатқан ешкім жоқ. Сіз келіп міне жақсы. Халық біздің еңбекқор ғой, халық жасайды жұмысты. Ой, молодец. Ауыл аманаты жобасы аясында тауарлық несиеге ие болған ойылдық азаматтар мал басын арттырып, кәсібін кеңейтуді қолға алмақ. Бұл шаруалардың шаруасын шарықтатып қана қоймай, әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталған игі бастама.